Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай ащы бұрышты тәтті балмен қысқа банкаға жабатын боламыз. Менде ащы бұрыш 1 килограмм. Ащы бұрышты турамас бұрын алдымен қолыма перчатка киіп, өстіп жегенге ыңғайлы болатындай етіп, қиықша етіп, қызыл бұрышты және көк бұрышты турап шығамын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай бұдан да ірірек етіп турасаңыздар болады. Банкаларды алдын ала жақсылап сода қосылған суға жақсылап жуып, стерилдеп алдым. Буға булап және де темір қақпақтарды ыстық суға 5 минутқа салып алдым. Және мендегі банкалер 2 банка 750 граммдық, 1 банка 1 литровый банка. Және де банканың көлемін өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Және де мен әр банкаға 2 дана чеснок салдым. Және де өстіп әртүрлі болып шықсын деп 1 банкаға қызыл бұрыш пен көк бұрышты майдалап турап кезегімен араластыра отырып салдым. 2 банкаға көк бұрыштың өзін ғана салдым. 3 банкаға қызыл бұрыш пен көк бұрышты турамай бүтін күйінше салып шықтым. Ащы бұрыштың пайдалы жағын айтып кететін болсақ, қыстың күні жегенде адамды терлетіп, суығын шығарады, және де адамның тәбетін ашады, және адам организмде тромбаның түзілуіне қарсы қызмет атқарады, және де антиоксиданттық, антимикробтық қасиеті өте жоғары. Ащы бұрышты неліктен балмен бірге тұздаймыз деген сұрақ туып отқан шығар. Себебі ащы бұрыштың құр өзін тұздайтын болса, қыстың күні ашып жегенде бірден резкий аштыдам шығады. Ал жаңағы мед, яғни балды қосқан кезде ондай резкий запах немесе резкий дәм ондай болып шықпайды. Нежный, гармоничный, бір-бірімен үйлескен ащы дәм шығады. Барлық бұрышты өсті банкаға нығыздап салып болғаннан кейін әр банканың үстіне 1 ас қасық үйіп тұрып тұз саласыздар. Бұрыштың дәмі ащы, тұз ашты болып кетеді деп еш қорықпаңыздар. Бұрыш тұздың ащысын бойына сіңіріп алады. Сондықтан түк те ашты болып шықпайды. Және де әр банкаға 1 шай қасық толтырып жаңағы әселді немесе балды қосасыздар. Мендегі бал таза табиғи бал. Мүмкіндігінше таза табиғи балды қосқан жақсы болып шығады. Әр банкаға 1 шай қасық 70% сірке суынан қосып шықтым. Және де қайнап тұрған ыстық суды құйып, темір қақпақпен бірден үстін барынша бұрайсыздар. Және де қайнаған судың орнына алмалы сірке суын құйсаңыздар болады. Ол кезде сіздер банкаға толтырып сірке суын құясыздар. Алмалы сірке суын оның проценті, яғни пайызы аз болғандықтан мен олай жасамадым. Себебі сірке су өте қышқыл, өте резкий иісі болғандықтан тек қана маған қайнаған сумен жасаған ұнайды. Барлық банкалардың аузын жақсылап жабылғанына көзіміз жеткеннен кейін банкілерді қалың матамен немесе қалың көрпешемен орап салқындағанша қоясыздар. Салқынғаннан кейін салқын жерге шығарып қоясыздар да қыстың күні туралған күйінше де, бүтін күйінше де кез келген тамаққа, кез келген салатқа қоса бересіздер. Менің видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер деп сіздерге кеңес етемін. 1 рет жасап көріңіздер, одан кейін жылда жасайтын боласыздар. Достар, алдағы уақытта менің осындай неше түрлі қызықты видео рецептілерім шығады. Сондай видео рецептілерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, және сұрақтарыңыз болса комментарий бөлімінде жазыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және менің видеомен достарыңызбен, таныстарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіңіздер. Бөлісу арқылы арнамның дамуына үлес қосасыздар. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Әсел, сау болыңыздар.